Қайырлы таң, достар. Бүгін мен сіздермен краб таяқшаларымен жасалынатын өте дәмді әрі жеңіл салат рецептісімен бөлісемін. Каналға жазылып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Біріншіден бізге осындай краб таяқшаларын, яғни тазалап аламыз. Менде бұл жерде 200 грамм көлемінде краб таяқшалары. Осылай майдалап жіңішке етіп тураймыз. Жіңішке етіп турап алдық. Краб таяқшаларын бір ыдысқа саламыз. Келесі кезекте бізде колбаса, шұжық, яғни оны да осылай жіңішке етіп тураймыз. Екі дана қиярымызды осылайына майдалап жіңішке етіп тураймыз. Келесі кезекте бізде піскен жұмыртқа, 2 жұмыртқаны да жіңішке етіп турап аламыз. Укропты майдалап турап аламыз. Келесі кезекте бізде кукурузамыздың қажет мөлшерде қосып, 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің краб таяқшалары қосылған салатымыз дайын. Өте жеңіл әрі дәмді. Жасап көріңіздер. Каналға жазылып, комментарий қалдырып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаймыз. Баршаңызға ас болсын, қолдауларыңызға рахмет.